Ассаламуалейкум жамағат. Қостомыр ауылы мешіт салатын жерді белгілеп жатырмыз. Бүгін 8 сәуір. Алла қаласа осы жерде мешіт салынады. Кең жазық дала. Құдай қаласа, Міне осы міне территорияны излетмек. Әумин. Бисмилля, мешіттің алғашқы қазығы. Ерте бұл тарих болады. Атамыз. Құдай қаласа, 2 айдың ішінде бітіруге Алла нәсіп етсін. Міне жұмақан жерден бас имам бедет мінекей Қостомыр ауылына келіп. Міне бүгін 16 сәуір. Сәуір болмай тәуір болмасы бисмилля деп фундаменттің алғашқы растворы езілуде. Нағыз қара күш қолмен, қарапайым қолмен езіліп жатыр. Бұның өзі сауапқа деген жамағаттың үлкен ықылас ынтасы. Міне құмырсқадай, иілуге иілген құмырсқадай иілмелеп жатыр мінекей. Неткен ғажап көрінеді. Сол ертең рухани ләззат алуға шақырамыз. Міне торғайдың жігіттері келіп жұмыс істеп жатыр. Мына жақта да
жақсы істер істеп жатсыңдар. Әрқашан жоғарыдан көрініп осы жұмысыңдарды жалғастыра бер. Оған барыңыз куәсіздер. Ісіміз оңға бассын, құтты болсын, қайырлы болсын. Сөйлеу сөздің кезегі біздің облыстық мешіттің имамы, ұстаз Бақытжан қажы. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум, құрметті мұхтарам мұсылман жамағат. Енді мынау мешітке, сіздердің мешіттеріңізге қабыл алыңыз. Сағат сыйлық. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Құран-ы Карим. Енді мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қасында құрылған зекет және қайырымдылық қоры деген бар. Сол қордың несі бойынша атқарып жатқан жұмысы Қазақстанның түкпір-түкпірінде ел үлесті пәтерге жобасы бойынша үйлер беріліп жатыр. Міне мынау сіздердің мешітке құрметті үй. Батасқұл жармас дейді. Бұған дейін Қостомар ауылында ана қос пәтерлі үйдің бір жағында шағын намазхан болғанын біз білеміз. Сол кезден бастап осы ауыл тұрғындарының молда болғанда өздеріңіз жақсы білесіздер. Ендеше осы бүгінгі қуанышты сәтте бисмилля деп сол аузы дуалы ақсақал батасын берсе. Al bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elim degендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін